жалпы трейдинг саласына 2020 жылы жаз айында келдім. Маған ұзақ уақыт бойы осы акция инвестиция саласы өте қызықты болды. Көп зерттедім, іздендім. Сол былтыр жаз айында Думан Ерқанаттың Instagram парақшасынан трейдинг саласы туралы оқып қалдым. Өте қызықты болды. Ойланбастан курсты алып бастап кеттім. Трейдинг. Акциялар. Әрине Қазақстан. Я болдым. Мен ТМД елдерінде, өзіміздің көршілес елдерде, сонымен қатар Америка құрама штатында студент кезімде болып келгем. Әрине шетелдерде жастарға мүмкіндіктер өте көп, бірақ мен трейдинг инвестиция саласын таңдағаннан кейін Қазақстанда отырып-ақ ақш долларын табуға болатынын түсіндім. Әрине, трейдинг саласы Қазақстанның әрбір тұрғынына қолжетімді деп ойлаймын. Өйткені сіз мұғалім, не дәрігер бола тұра, сіз трейдингпен айналыса аласыз. Қазіргі уақытта биржа нарығы сағат 7:30-да ашылса, сіз өзіңіздің негізгі жұмысыңыздан кейін трейдингпен айналыса аласыз. Қазіргі уақытта DK Bull Trader Академиясында барлық студенттерге барлық жағдай жасалған деп ойлаймын. Сайт, Discord чат-рум, командамен жұмыс, күнделікті лайв трейдинг және де апта сайынғы болатын Sunday митинг барлығы жүйелі түрде жасалған. Осыдан 2-3 ай бұрын менде өте қызық оқиға болған. Түсімде Думан Ерқанат акциялар қатты құлап жатыр, барлық акция қатты түсіп кетті деп айтты. Соны таңертең тұрып мен өте қызық деп ойладым да, бірақ дәл сол күні нарық ашылған кезде өте қатты коррекция болды, барлық акциялар қатты түсіп кетті. Командаға DK Bull Trader Академиясына қосылсаңыз, жан-жақты командалық көмек, тіпті де Думан сіздерге түстеріңізге кіріп көмектесе алады. Ең соңғы трейдім, кешегі трейд, профитінде айтсам, $535, қателеспесем $535 таптым. Мара және Нио деген компанияларға трейд жасадық. Қарап отырсақ, жарты сағаттың ішінде, тіпті одан аз 20 минуттың ішінде $535 табу Қазақстанда мүмкін емес деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ мен өзім айналысып жатқандықтан дәл өзімнің көзімнің жетті. Үйде отырып-ақ Қазақстанда әлемнің әрбір бұрышында отырып, трейдинг саласында осындай профиттер жасау мүмкін екендігіне көзім жетті. DK Bull Trader Академиясының ерекшелігі деп мен Думан Ерқанаттың көп жылдар бойы жинаған білімі мен тәжірибесін жеткілікті түсінікті тілде қазақша бізге жеткізуінде. Сонымен қатар бізде жабық чат-рум бар, өзіміз сияқты жасап жүрген трейдерлер мен инвесторлардың күнделікті анализ жасап, жаңалықтар қарап, бір-бірімізге қолдау көрсетіп, көмектесетініміздігінде. Былтыр 2020 жылы карантин уақытысында мен қатты жұмыс істегім келді, бірақ мемлекеттік жұмыста өзіме уәде бердім, жұмыс істемеймін деп. Өйткені сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін 100-200 мың теңге тапқан ұнамайтын. Сонда анам маған былай айтты: сен өзіңнің мақсатыңды күнделікті конкретно ғып жазу керексің деп. Сонда мен қағазды алып жаздым. Мен күнделікті $200-500 табамын, үйде отырып деп жаздым. Бірақ сұрадым, Қазақстанда бұндай мүмкін емес қой деп. Сонда анам айтты: правило 3Н, нет ничего невозможного, Алладан тілеу керексің деп. Солай күнделікті Алладан тілеп, осылай сондай маған мүмкіндік болса екен, күнделікті үйде отырып, долларлап ақша таба алсам екен деп қатты армандадым. Сол арманыма жеттім деп ойлаймын.